Сәлем достар, сіздерді 2020 жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Басқа елдерде қалай екенін білмедім, бірақ біздің елімізде жылдағы дәстүр бойынша жаңа жылдан соң бірнеше заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. Бүгінгі видеода сол жаңалықтармен бөлісемін. Қызық болса, әрі қарай көреміз. Бірінші жақсы жаңалығымыз ол студенттердің стипендиясы жайлы. Сонымен жаңа жылдан соң студенттердің стипендиясы 25%-ға өседі. Мысалы, бакалавр саласында оқитын студенттер үшін бұл сома 26.186 теңгені құрайды. Ал магистранттар үшін 66.913 теңге. Ал докторантурада оқитын студенттердің стипендиясы 102.498 теңгені құрайтын болады. Екінші басты жақсы жаңалық мұғалімдердің жалақысы 25%-ға өседі. Мұғалімдердің жалақысы осы жаңа жылдан бастап 25%-ға өседі екен. Алайда қандай мұғалімдер санатының жалақысы өсетіні жайлы әзірге белгісіз. Сондай-ақ мұғалімдерді ынталандыру мақсатында олардың еңбек демалысы 56 күнге ұзартылады екен. Үшінші басты жақсы жаңалық әлеуметтік жәрдемақы. Осы жаңа жылдан бастап әлеуметтік жәрдемақы саласында да жаңа заң жобасы мақұлданды. Бұл жәрдемақы енді отбасының табысына қарамайды. Яғни бұл жәрдемақы 4 балаға 42.496 теңгені құрайды, 5 балаға 53.127 теңгені құрайды, 6 балаға 63.757 теңге, және де одан да көп баласы бар отбасыларға 74.388 теңгеден беріледі екен. Келесі жақсы жаңалығымыз шағын орта бизнеске арналады. Бұл салада президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша алдағы 3 жылда шағын орта бизнесінен ешқандай салық алынбайды екен. Сондай-ақ оларды тексеруге тыйым салынады екен. Бесінші жаңалығым ол несие жайында болмақ. Қазір Қазақстанда несиелеу өте қатты қарқын алған бәріміз жақсы білеміз. Статистика бойынша әрбір 4-ші қазақстандық азаматтың атында несие бар екен анықталған. Сол несиеге байланысты бүгінгі айтатын жаңалығым, осыған дейін қазақстандықтардың 100 миллиард теңгеден астам несиесі жабылғаны туралы білеміз әрине. Соған байланысты Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің төрағасы Ерболат Досаевтың айтуынша, қазір жаңадан заң жобасы дайындалып жатыр. Сол заңға сәйкес табысы ең төменгі анықталған күнкөріс деңгейінен төмен азаматтарға енді бұдан былай несие берілмейтін болады деп айтып жатыр. Естеріңізге сала кетейін, ең төменгі күнкөріс деңгейінің мөлшері осы жылы 31.183 теңгені құрайды. Яғни жалақысы осы сомадан төмен азаматтарға несие берілмейді деген сөз. Жағдайды білмейді екенмін. Егер білетін болсаңыздар, төменде комментарияда міндетті түрде қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Себебі менің білуім бойынша осыған дейін де тұрақты жалақысы жоқ адамдарға ешқандай несие, ешқандай банктен берілген емес. Алтыншы жаңалығым ол 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап әлеуметтік міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Бұл яғни жұмыс берушілер өздерінің жұмыскерлерін әлеуметтік міндетті медициналық сақтандыру керек болады. Бұл дегеніміз яғни қызметкердің жалақысының 2% құрайды деп жатыр. Бұл жүйе жұмысшылар үшін жалақының 1% ұсталады екен.
Егер де бұл жүйе заңды күшіне енетін болса, жарна төлей алмайтындар, былай айтқанда тұрақты жұмысы жоқ адамдардың медициналық көмексіз қалуы қаупі бар деген сөз. Қуантарлық жағдай бұл жарнаны құйып отырғандар, яғни әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік міндетті медициналық сақтандыруы бар азаматтарға мемлекет тарапынан тегін экстракорпоралды ұрықтандыруды тегін жасап береміз деп отыр. Менің білуім бойынша біздің Қазақстанда экстракорпоралды ұрықтандыру 1 миллион теңгеден жоғары тұрады. Шынымды айтсам, бұл жүйе іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін алдағы жылы көре жатармыз. Сонымен қатар 2020-2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңның 7-ші бабына сәйкес 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда ең төмен жалақы 42.500 теңге болып саналады. Ал мемлекеттік зейнетақының ең төменгі мөлшері 16.839 теңге болады. Ал ең төменгі зейнетақы 38.636 теңгені құрайды. Сондай-ақ ең төменгі күнкөріс деңгейінің сомасы 31.183 теңгені құрайды. Сондай-ақ айта кететін жағдай МРП, яғни бір айлық есептік көрсеткіш осы жылы 2651 теңгені құрайды. Әзірге айтатын жаңалықтарым осы ғана. Кейін естімей қалдым, білмей қалдым деп жүрмес үшін осы видеомен міндетті түрде бөлісуді ұмытпаңыз. Сондай каналға міндетті түрде жазылыңыз. Кейін білмей қалдым, естімей қалдым демес үшін осы видеомен бөлісіп, міндетті түрде осы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.